Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Текелі қаласы номері 8-ші орта мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушысы Мұрат Құрманғазы Тұрғанбекұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұжымдық қорғану құралдары. Оқу мақсаты: жаппай қырып-жою қаруларынан ұжымдық қорғану құралдары, олардың құрылысы және ішкі жабдықталу туралы түсінікті қалыптастыру. Сабақтың мақсаты: жаппай қырып-жою қаруларынан ұжымдық қорғану құралдары, олардың құрылысы және ішкі жабдықталу туралы түсінікті қалыптастыру. Бағалау критерийі: жаппай қырып-жою қаруларынан ұжымдық қорғану құралдары, олардың құрылысы және ішкі жабдықталу туралы түсінікті қалыптастырады. Ұжымдық қорғану құралдары азаматтық қорғау мақсатындағы инженерлік құрылыстар. Ол тұрғындарды жаппай қырып-жоюшы және басқа да заманауи жоюшы қарулардан қорғаудың сенімді құралы. Қорғану құрылыстары қорғау қабілетіне байланысты пана және радиацияға қарсы таса орындар болып екіге бөлінеді. Сонымен қатар адамдарды қорғау мақсатында қарапайым таса орындар қолданылады. Пана ішінде паналаған адамдарды ядролық жарылыс, бактериологиялық құралдар, улағыш заттар салдарынан, сонымен қатар өрт салдарынан туындайтын жоғарғы температура және зиянды газдардан қорғауға арналған арнайы инженерлік құрылыс. Пана негізгі және қосалқы үй-жайлардан тұрады. Негізгі орындар паналаушыларға арналған 2-3 қабатты отыруға арналған отырғыштар және жатуға арналған сөрелермен жабдықталған. Пананың үлгілік жоспары. Келесі кезекте назарларыңызға пананың үлгілік жоспарын ұсынамын. Бұл жерде белгіленіп тұрғандай, бірінші номерлерде көрсетіліп тұрған қорғалып қамтылған есіктер. Екінші номерде көрсетіліп тұрғандар шлюз камералары. Үшінші номерде санитарлық тұрмыстық бөлімдер. Төртінші номеріміз адамдарды жайғастыруға арналған негізгі бөлімдер болып табылады. Бесінші номер апаттық шығар есік, дәліз және басы. Алтыншы номеріміз сүзгілі желдеткіш камера. Жетінші номеріміз азық-түлік қоймасы болып табылса, ең соңғы 8-ші номердегі бөлмеміз дәрігер бөлмесі болып табылады. Радиацияға қарсы таса орын радиобелсенді жерлерде адамдарды ионды сәулеленуден қорғауға арналған. Одан басқа олар жарықты сәулеленуден, енуші радиациядан, теріге және киімге радиобелсенді улағыш заттардың түсуінен, бактериологиялық құралдардан және аздап соққы толқыннан қорғайды. Радиацияға қарсы таса орындар алдымен жертөлесі бар қабатты үйлер мен ғимараттарда құрылады. Көп жағдайларда жеке және тұрғызылатын радиацияға қарсы таса орындарды құруы мүмкін. Ол үшін өнеркәсіптік құрастырылмалы темір-бетон бөлшектер, кірпіштер, металл илемдері немесе жергілікті ағаш материалдары, тас, шыбық-шүрбек және тағыда басқа құрылыс материалдары жиі қолданылады. Радиацияға қарсы таса орын ретінде кез келген тереңдете салынған үй-жайлар, жертөле, жер қойма, көкөніс сақтау орындары, жер асты ұңғымалар, яғни тау-кен орындары, үңгірлер жарамды болуы мүмкін. Радиацияға қарсы таса орын ретінде пайдаланылатын, яғни таса орынға ұқсас бапталған жертөле, таса орынға бапталған жер қойма сыйымдылығы. Бұл жерде 30 адамға дейін болатын таса орындар ағынды кіруші және сорып шығарушы құбырлар арқылы табиғи желдетіледі. Сорып шығарушы қуыс биіктіктегі ағынды кіру құбырының 1,5-2 метр жоғарғы орнатылады. Құбырлардың сыртқы ұштарына күн қағар, ал бөлмеге кірген ұштарына радиобелсенді шөгінділер қапталған
тығыз сығылып жабылатын қақпақ жасайды. Таса орындардың ішкі жабдықталуы панадағыға ұқсас. Ұжымдық қорғану құралдарының бірі қарапайым пана болып табылады. Қарапайым пана ашық және жабық түрде. Орлар қарапайым панаға мысал бола алады. Оларды қолда бар материалдар мен тұрғындар өздері жасай алады. Ашық ор соққы толқынынан, жарықты сәулелерден және енуші радиациядан зақымдану ықтималдылығын 1,5-2 есе төмендетсе, радиус белсенді зақымдалған аймақтағы сәулелену ықтималдылығын 2-3 есеге төмендетеді. Жабық ор жарықты сәулеленуден қорғайды. Соққы толқынына 2,5-3 есе енуші радиациядан, радиобелсенді сәулеленуден 200-300 есе қорғайды. Сонымен қатар ол киім және теріге радиобелсенді улағыш заттар мен бактериологиялық құралдардың тікелей түсуінен қорғайды. Жабық орды жасау үшін қирандылар астында, яғни жер үстіндегі ғимараттарға дейінгі қашықтық оның биіктігінен артық болатындай және қар жаңбыр сулар басып қалмайтындай жазық жерлер сақталады. Орды бірінші ашық түрде жасайды. Ол сирек қазылған шұңқыр тәрізді болып, ұзындығы 15 метрден артық емес, бірнеше түзу сызықтық телімдерден тұрады. Тереңдігі 180-200 см, жоғарғы биігінің ені 100-120 см, табан ені 80 см. Ор ұзындығы әр адамға 50-60 см шамасында есептеледі. Ордың орташа сыйымдылығы мен есептегенде 10-15 адам сияды. Ал енді, құрметті оқушылар, мен осы сабағымды аяқтай келе, қорытындылай келе, сабағымыздың аяғында сабақты бекіту сұрақтарын, бірнеше сұрақтарын сендерге дайындап қойдым. Осы сұрақтармен танысып жауап берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.